Скажи, пожалуйста, тебе трудно было учиться вот с таким имиджем в школе? Нет, Нет? не трудно. У вас в школе не было такого, что там тебя обижали? Большинство нейтралитет сохраняет. Можешь показать свои ногти? Могу. Спасибо тебе. Қазақ елім, осы видеоны толығымен аяғына дейін тыңдап, және де барынша таралуына атсалыссаңыздар. Себебі сіздер таратқан сайын бұл видео жоғары жаққа жылдам жетеді. Менің айтпағым, кеше Елордада мектептердің бірінде бір транс 11-ші сыныпты бітіріп жатып, бір сұхбат беріп жатыр. Сұхбатында айтып жатыр: маған ешкім қарсы келмеді, маған ешкім қой деп айтпады, ешкім бетімнен қақпады дейді. Ананы тыңдап кәдімгідей жүрегім ауырды. Біз өсіп жатырмыз ба, әлде өшіп жатырмыз ба? Мектепке бір қара көз қарындасымыз орамал тақып барса, оны мектептен шектеп қуып жібереміз. Ал транстар мектепте емін еркін оқиды. Қазақтың әрбір 10 еркегінің ішінде 3-і транс болып отса, қазақ деген ұлт жойылады, құрметті ағайын. Әрбірлеріңіз ұл мен қыз өсіріп жатсыздар. Бейжай қарамаңыздаршы. Мен мысал келтірейін. Құдайдан сұрап алған біреудің жалғыз ұлы бар. Сол ұлынан үміт күтіп отырған кезде осы ұлым үйленеді, мен бұдан немере сүйем ғой деп отырған кезде осы ұлы үйленбей транс болып тұрмысқа шығып кетсе қандай болады? Құдай сақтасын, өкінішті жағдай. Сондықтан да өзі біледі, я болмаса өзім біледіге салмайықшы. Осы видеоны барынша тарқатайықшы. Жүрегі қазақ деп соққан азаматтар, имам ағалар, ұстаздар, сіздер де эстафета қылдырып тарқатыңыздар шошыны. Барынша осы транстарды жоюға атсалысайықшы. Және де жоғары жақта отырған Қасым-Жомарт Кемелұлы ағамыз, сізге арнайы өтініп сұраймын. Және де соның қол астында жүрген жоғары жақтағы ағалар, осы видеоны көріп отырсаңыздар, сіздерге ұсыныс ретінде айтып отырмын. Яғни мен сіздерге қарсы шығып отырған жоқпын, Құдай сақтасын. Мен сіздерге ұсыныс ретінде өтініп сұрап отырмын. Осыған бір заң қолданып, келешек ұрпағымызды аман алып қалу үшін осыған бір шара қолдансаңыздар. Сіздерге Алла разы болсын. Алла отбасыларыңызға амандық берсін. Осыны толығымен тыңдап тарқатқан барша қазағыма Алла разы болсын.